Ассалаумағалейкум достар, бүгін бізде сабақ 4, Toyota сабағы. Бүгін біз ремень туралы көрсетеміз. Яғни бұда ремень тұрған жоқ. Ремень қалай салу туралы сабағы. Өте керемет сабақтар болып жатыр дейді. Бұл бізде 4-ші сабақ, яғни. Енді қараңыздар. Көп көліктерде Toyotаларда андай жерде қағаз тұрады, жабысып. Яғни біздің ремень қалай тұратын суреті болады. Бұл көлікте мен таппадым жазуын. Негізі Toyota'да капоттарды қарасаңыздар, төбесінде көп жерде суреті тұрады, немесе мынандай жерде тұратындар бар. Енді түсіндіре кетейік. Бізде машина кетіп бара жатып, ремень үзілсе не болады? Бізде ремень үзілсе, машина отала береді, достар. Мына бізде коленвал шкип деп аталады. Коленвал ол бізде датчик положения коленчатого вала, яғни ДПКВ датчик бізде осы жерден сигнал алады, бұл миға барады. Ми бізде форсункамен бензин шашу, яғни форсункамен искраны регулировка істеп отырады. Және де тахометр. Әр көлікте әртүрлі болады. Мысалы, бір көлікті қылып айтайын. Бұл жерде бізде цеп арқылы жүретін не? Бізде бір цеп мынаған кетеді, бір цеп мынаған кетеді. Яғни екі цеп. Вапраска, екі цеп кетеді. VVTI. Бізде қазір көлік отала береді осы тұрғанда. Без ремня, яғни ременсіз бізде бұл көлік отала береді. Бірақ бізде не істемейді көлік оталса? Бізде ең бірінші алғашқы көлік отала береді, сіздің руліңіз қатты болады. Яғни оңға солға бұру руль қиындалады. Өйткені бұда бізде ГУР тұр. Гидроусилитель руля, яғни рульді оңға солға бұру арқылы, жидкіс арқылы ішіндегі. Біз рульді айналу арқылы, айналып тұру арқылы біз рульді жеңіл бұрамыз. Бізде ремень үзілсе, біріншіден руль ауыр болады. Екіншіден, мына жерде бізде помпа болады. Яғни бізде көлік оталып тұрады. Сен мақұл шақа бұрмай тіке кеткеннің өзінде, сенің помпаң айналмағандықтан бізде не болады? Дұрыс, су қызиды, достар. Енді помпа бөлінеді, яғни электронный помпалар бар, кәдімгі помпа бар деген сияқты. Крыльчат деп аталады, кәдімгі помпалар ішінде тіс айналу арқылы. Және де электронный помпалар болып бөлінеді. Әр түрлі болады, достар. Помпа бізде суды айдағыш, насос, циркуляция, яғни ГУРды айдағыш, суды айдағыш деп бөлінеді. Енді жарайды, сен суды өшіріп қойып, тоқтап оталдырып бара жатырмын дейсің. Бізде кондер, компрессор. Кондер айналсын айналмасын көлік жүре береді, разница жоқ, жарайды. Роликтар, разница жоқ. Бұл ролик бізде ременді ұстағыштар. Ең үлкен мәселе, мақұл сен суды суытып айдап жатсың, помпа айналып жатқан жоқ, рульді бұрып жатқан жоқсың. Бірақ сенде аккумулятордың күшімен жүргендіктен көлік сенде тоқтайды. Неге? Бізде генератор деген нәрсе бар, яғни тоқ бергіш. ЭВД, яғни біздің генератор тоқ бергішіміз. Динамик деп атады, тағы басқа деп атады адамдар. Бұл бізде генератор, яғни бұл тоқ бергіш. Тоқ бермегендіктен, аккумулятор заряд алмағандықтан бізде көлік тоқтайды. Аккумулятордың күшімен келеді, тоқтайды. Бізде аккумулятор тек стартерді запуск қылу үшін және көлігі өшік тұрған кезде EBUD сигнализацияны істетіп тұру үшін. Яғни памятті өшіп қалмас үшін бізге аккумулятор керек. Және де көлікті оталдырып жатқанда стартерді айналдырып жіберіп, маховикті көлікті оталдырып алу үшін керек. Енді бізде генератор оталғаннан кейін, ол уже аккумулятордың күшімен жүрмейді көлік. Бізде оталғаннан кейін көлік генератордың күшімен жүреді. Енді бізде генератор айналмай тұрса, бізде тоқ бермейді, су не алмай жатыр, руль ауыр, яғни бізде көлік бір жерге барып тоқтайды. Сол себептен бұл ременсіз алысқа барамайсыз. Бұл ремень екіге бөлінеді. Біреуі осындай ГУР-пурды айналдыратын, және ГРМ деген ремень болады. Бізде ГРМ ремень былайынан түседі, достар. Шкиптік генератордың, помпаның, ГУРдың ремендері бізде рельс қатарлы түседі. Яғни горизонтально дейді, және де вертикально деп бөлінеді. Вертикально тіс тәрізді, ол бізде ГРМ болады. ГРМ деген ол бізде, мысалы, цеп арқылы жүргізетін көлік Toyota. ГРМ деген Nexia, девятка дегендерде, 14 дегендерде өте көп кездеседі. Қазір Onix-тарда да ремень ГРМ осындай, даже мотордың ішінде осындай вертикально тұрған тіспен тұратын ГРМдер шыққан Onix-тардың ішінде мотордың.
Ал ГРМ ол бізде ремень. Яғни ГРМ бар көлікте цеп болмайды. Цеп бар көлікте ГРМ болмайды. Бірақ мынау ремень екі көлікте де болады. Мынау көлікте біреулер былай салып жатады. Мына жағы гладкий, яғни жалтырбас жағымен салынбайды. Бізде рельс ізі бар жақпен салынады. Яғни былай салыну керек. Міне. Енді бізде сурет жоқ, қалай салу керек екен? Сурет жоқ, роликтар санаймыз. 1, 2, 3 ролик тұр, және біреу бізде не деп аталады? Дұрыс, натяжитель. Натяжитель тұр, 3 ролик тұр. Енді осыған қарап біз зерделейміз қалай тұратын. Ең бірінші алғашқы мен колимбалды кигіземін. Колимбал әрдайым үстінен бұралып киілу керек. Кейбір көліктерде осындай ремень екіге бөлініп салынады. Яғни бір часть мотор жағында, бір часть мына жағында деген сияқты. Бізде мынау именно ана бір көлік 4 кубта, бірақ жалғыз ременьмен тұрады. Әрине екі ременьмен бөлініп тұратын, ол нұр үстіне нұр, бір ремень үзілсе, бір жақ жүріп кете береді деген сияқты. Маған бір қолмен ыңғайсыз, сол себептен арасында пауза қойып кигізіп тұрамын. Міне мынау былай киілді ма? Газ кигізіп алайын. Очки киіп түсірсеңізші дейді достар. Ақшам болса алар едім, очкимен түсіріп көрсеткенге не жетпесін. Міне қараңыздар. Тіспен киілді, міне рельспен киілді. И және бізде не алды? Біріншісі роликтің үстінен өтті. Сосын ремендер бүйтіп қараймыз, қараңыздар. Кейбір ремендерде стрелка тұрады. Негізінен былай қарасаңыздар, разница жоқ. Бірақ кейбір ремендерде Mitsubishi дейді, қарасаңдар. Кейбір ремендерде стрелка тұрады, яғни направляющий. Основной мынандайлар трещина беріп жатады, неғып жатады, мынандай ішкі жақтарын қарасаңыздар, трещина беріп жатады. Ол уже бізде ремен ауысу керек деген сөз. Сіз трассада кетіп бара жатсыз, бір жерде ременіңіз үзіліп қалды, ол уже сізге жоқ жерден проблема. Енді запасной бір ремен салып жүрсеңіз, ол нұр үстіне нұр. Әр көліктің ременнің өзінің размері болады. 111, 993 деген сияқты. ГРМде де сөйтіп бөлінеді тістерге. 111-лік тіс, 112-лік тіс деген сияқты. Бода да сондай размер болады. Енді келесісі бізде компрессор. Бізде компрессор бұл кондердің, кейде компрессордың да несі клинит етеді. Соның арқасынан да бізде ремен үзіледі. Кейбіреулерде помпа клинит етеді, подшипник. Соның арқасынан да ремен үзіледі. Кейбіреулерде подшипниктің ремені үзіледі. Не үшін? Подшипник клинит етсе. Және де кейде роликтарды шиқылдайды, немесе клинит етеді. Біздің компрессорге мынау ремен былай киіледі. Екінші ременіміз біздің былай киілу керек. Түсіндік қой мені. Енді осылай кигеннен кейін былай алып кетпейсіз, былай арқамен. Роликте бізде еш уақытта тіс жағымен жатпайды. Сол себептен арқамен алып кетеміз. Арты, яғни. Артымен үстіп алып кетеміз. Мынаның арасына кигіземіз помпаның. И және де былай жібереміз қазір. Және де мынау екінші роликке келді. Артымен түседі, көрдіңіздер ме? Артымен. Тісі төбеде қалып кетті. Тіс бізде шкив жаққа түседі. Міне, шкив. Кез келген шкипте осындай рельс тұрады. Міне. Түсініп жатырық па сабақты? Енді біз қайқалып барамыз. Дұрыс гурға кигізіп айналдырамыз. Міне. Гур жаққа бізде тіс жағымен түсіп жатыр. Міне, гурға кигіздім. Және де не істейміз? Помпаның үстіндегі шкиппен алып өтеміз. Енді помпаның бетіндегі тұрған 4 болт, бұл бізде вискомуфта тұрады. Яғни радиаторды май арқылы, май тону арқылы, бізде қызу арқылы, радиатор қатты қызса, бізде май тонатта жаңағы вентиляторды айналдырады. Бізде көлік салқын болса, ішіндегі вискомуфтаның житкісі жіберіп тұрады, вентилятор бірақ жай айналып тұрады. Уже қызған кезде сіз газды бассаңыз, деп басылады. Бұл крузактарда сондай. Патриоттарда осындай жерде тұрады оның вентиляторы, вискомуфтада. Және де басқа вентиляторлар бар, ол бізде электронный. Муфтаны қысу арқылы, компрессор, біздің кондердің компрессоры арқылы сияқты істейтін магниттік сондай вискомуфталар бар, магниттік яғни. Бұл бізде ешқандай магниттен емес, бізде вискомуфта бұл. Сол себептен бізде осы жерде 4 болтта тұрады. Енді ары қарай кигіземіз помпа жақтан біздің. Мына роликке өткіземіз, көрдіңіздер ме? Бүйтіп үстінен өткізуге болмайды роликтің. Әрдайым астымен жату керек, жылтыр бас жағымен. Енді мына жерде киіліп қалды, көрдіңіздер ме? Натяжительді жай ғана шығарамыз. Сөйтеміз де мынаны мынаға кигізіп аламыз қазір. Міне, болды. Кигізіп алдық. Енді қараңыздар. Киілді мынаның бәрі. Бірақ натяжительге жетпей тұр. Енді біз натяжительді сағат тіліне қарама қарсы бұрау керекпіз. Міне, бізде уже қарап тұрсаңыздар, ремень киіліп жатыр. Бірсыпыра
көріп шығамыз қолмен отырды ма жоқ па. Бәрі отыр. Бізде ол 13 болуы мүмкін, 14 болуы мүмкін. Головка былай кигіземіз ременнің ішкі жағымен, жетеді, смело жетеді. Міне енді осыны басу арқылы біз мынау ременді міне қараңыздар, жетті, көрдіңіздер ма? Осы арқылы бүйтіп басып кигізе саламыз. Болды. Міне көрінді ма? Міне болды. Енді ремен кигізген соң көлікті сразу оталдырып жібермейміз. Шық деп бір-екі рет айналдырып жібереміз. Түсіндік қой? Енді пуш-старт болса амал жоқ, ол басып қалсаңыздар өзі деп оталып кетеді. Қайтадан өшіреміз де ременді көреміз. Кейде ремень шығып кетеді, қисық келіп қалады деген сияқты. Немесе мына болттары дұрыс отырмай қалуы мүмкін мотор жиналғаннан кейін. Основной мотор жиналмаса, смело салып жүрсеңіздер болады. Еш нәрсені изобретить етіп, бір нәрсені майлап, сайлап, ештеңе істемейсіздер. Міне көрдіңіздер ма? Салынбай қалды мына жер. Міне осы жерін біз енді отырғызу керекпіз. Міне өйстіп бір сыпыра қарау керекпіз салған кезде. Міне элементарно қазір мына жер отырмай қалды бізде помпаға. Басамыз қайтадан. Сөйтіп мынаны саламыз. Так, біз не істедік? Салдық орнына, енді жібереміз. Міне бір сыпыра тексеру деген осы, достар. Осылай профукать етесіздер. Профукать еткеннен мотор жинағанда особенно қатты бақылау керек. Бір нәрсені ұмытып кетесіздер бұрауға, бір нәрсені салмай қаласыздар. Соның кесірінен иелері опақ жеп жатады. Сол себептен өте мұқият қараймыз. Енді бізде мына жерде виска муфтасы тұру керек. Бұл бізде сабақ 4, уже 3 сабақ өтіп кеттік. Каса жинадық, паук, коробка каса жинадық, оның бәрін көрсетіп кеттім. Келесі уже басқа каса жинаймыз. Міне достар, мынау бізде виска муфта. Ішінде арнайы май болады өзінің. Бұл бізде мынаған қатырылады. Осылайына. Және мынаның алдына бізде опусы қатырылады. Қазір қатырып алайық. Ішіне май болады. Бізде радиатор қызған сайын майы қоюланады. Яғни мынау біздің газдың басқан сайын коленвалдың оборотымен қозғала бастайды. Қатты. Бізде радиатор салқын болса, онда бізде сұйықтанады. Яғни өз алдымен жай айналып тұра береді. Достар, бізде виска муфта қойылды. Мына көрдіңіздер ме? Қолмен айналып тұрды. Оңай. Осы қызған кезде мынау радиаторлары, осы радиаторлар ыстықты қабылдағанда ішінде май бар. Сол май тоңады да, мынау бізде уже жүрмей қалады. Яғни мынау жүрмеген кезде уже бізде бағанағы коленвал қанша айналып отыр, сонымен бірге деп қатты айналатын болады. Сәл айналдырсаң, бірінші оталған кезде дейді да, крузакта кейін тоқтайды ғой, қояды, білесіңдер ме? Сол мынау сәл айналады да, қазір вообще жеңіл болып қалады. Жеңіл болып жатыр. Бірінші оталғанда мұздай кезде де қоюланып тұрады. Крузак оталады. Кетеді, болды. Өйткені мынау жібереді. Сразу жібереді. И бұл уже жай айналып тұрады. Коленвал бізде уже қаттырақ айнала береді. Енді мына қызған сайын бізде қоюланады да, коленвалмен бірге не қылады? Айнала бастайды. Болды, осылай істейді ол. Мына қыздырып, фенмен қыздырсаң да, даже тұрып қалады өзі. Міне бізде қызған сайын фенмен ол уже бізде не қылады? Қоюланады майы. Мынаны қатайтады. Ішіндегі муфтаны қысады, яғни. Бұл бізде виска муфта деп айтылады. Электронный болып бөлінетіндер бар, магнитный. Бұл біздегі жидкость арқылы, май арқылы. Міне бізде уже қатайып отыр. Қазір бізде суыса жібереді. Мынау қатайды деген сөз, ол балмен бірге айналады деген сөз. Міне. Мынау уже бізде қатайды, достар, кәдімгідей. Кәдімгідей уже андай қатайып қалды. Міне жіберіп отыр уже. Уже салқындап жатыр. Салқындап жатыр уже. Ол жіберіп жатыр. Қазір одан сайын ұшады. Мынау бізде жіберіп жатыр. Қыздырған сайын қатаяды, радиатор қызған сайын суы бізде стай бастайды. Радиатор салқындаған сайын бізде ол емін еркіндікке кете бастайды. Енді бұл да опус тұрады бетінде. Бұл бағаналы бері виска муфта деп не көрсетіп жатыр деп ойлауы мүмкін адамдар. Виска муфта деген мынау міне опусы тұрады, достар. Міне осы осыған келіп тұрады былай, міне. Көрдіңіздер ме? Осы арқылы бізде жаңағы радиатор салқындап ысып тұрады. Так, міне достар, бұл бізде ысыған сайын, ортасы мынау радиаторлар ысыған сайын, мынау бізде уже қоюланады. Қаттырақ айналады да, уже жеңіл болмайды. Мен қараңдар қалай айналады.
Бұл бізде ауаны, радиатордағы ауаны ішке тартады. Түсіндіңіздер ғой, ішке. Яғни радиатор салқындатады. Алды қарай үрмейді, алды қарай үрсе, бізде физикалық заңдылықпен көлік келе жатқанда ауа ішке кіреді. Сол себептен көлік тоқтап тұрған кезде вентилятор қосылғанда машинаның астынан ыстық барады аяғыңызға, қасында тұрсаңыз. Ауаны тартады, былай астыға ары қарай жібереді машинаның астына. Қазір жеңіл болып тұр. Қыздырамыз қазір. Яғни бұл бізде виска муфта іші май қатқан сайын бізде не қылады? Мынау айналуы қиындалады. Қоюланады майы, жидкіс, арнайы жидкіс майы бар ішінде. Оның электронный деп бөлінетіні бар, и және осындай маймен істейтіні болып бөлінеді. Бұл бізде маймен қысып қалғыш. Бұл қатты болған сайын, қатайып көрдіңіз бе? Қатты болған сайын бізде не істейді? Дұрыс калимвалмен бірге қатты айналады. Бұл бізде майы салқындаған сайын, бұл емін еркін болған сайын бізде жаңағы калимвал өз алдына айналып тұра береді. Бізде бұл осылай жұмыс істейді. Бұл бізде қатайды көрдіңіз бе? Бағана оңаяды. Осылай қызады, бағанағыдай уже бізде қатая береді. Кейбіреулер оталдырып тұрады, су қайнайды, бачоктан су тасып атады. Егер сол кезде өшіріп қойып мынаны айналдырсаң, мынау кемін еркін айналып тұрса, мынау, значит, сенде не деген сөз? Уже вискомопта қыспай жатыр деген сөз. Крузактарда салқын кезде оталғанда деп айналады да, мынау чық майын жібереді. Яғни бұл өз алдына тоқтап қалмайды, айналып тұрады. Реммен бірге, помпамен бірге айналып тұра береді. Ал бағанағыдай қызған кезде бұл уже қысады да вискомопта. Жаңағы помпаның шкифімен бірге уже қаттырақ айналады. Яғни мынау сол ыстықты сезіп жібергіш. Қазір қоюланғаннан кейін бұл жай айналып тұр, бағана күшсіз-ақ айналып келеді. Қазір мынау дауыссыз да шығады, көрдіңіз бе? Күшпен айналып отыр. Біздің сабақ осымен таям. Келесі сабақ ары қарай жалғастырамын, көрсетемін. Уже 4-ші сабақ шығардым. Әр сабақты көрсетіңізші дейді. Әр сабақты көрсетіп жатырмын. Кейбіреулер лопустарын кесіп тастайды. Не себептен? Зимний, летний деп бөледі. Мысалы, зимний 4-еу тұруы мүмкін. Кейін летнийді мынандай салады. Енді әркім әртүрлі. Кімнің ойы, несі қандай сондай. Лопусы көп. 12-лік лопустар бар, летний деген сияқты. Біреулер зимний деп 4-тік, 5-тік лопустар салады. 12 лопус деп сондай газель, бана ЗМЗ сондайларды болып жатады. Газель болғанда, газельде помпа жақта айналады ода. ЗМЗ 409 патриоттарда головканың крышкісінде подшипник арқылы айналады. Мынау бізде помпа арқылы айналып отыр.